Сәлеметсіздер, менің аты-жөнім Калиева Самал Агбаевна. Мен Нұр-Сұлтан қаласы политехникалық колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысымын. Сіздердің назарларыңызға құрылыс бөлімі 2-ші курс орыс тілінде оқитын С18-19Б тобына арналған кәсіптік қазақ тілі сабағын ұсынамын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрылыс компаниялары. Сабақтың мақсаты білім алушыларға біздің колледжіміздің серіктестікте жұмыс жасайтын құрылыс компанияларымен таныстырып, қысқаша ақпарат беру. Болашақ мамандығына сүйіспеншілігін арттыру. Енді бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысып шығайық. Бірінші сөз – құрылыс саласы, строительная отрасль. Қарқынды дамып келеді, динамично развивается. Халықаралық ұйым, международная организация. Бәсекелестікті арттыру, повышение конкурентоспособности. Құрылыс нарығында, на рынке строительства. Құрылтайшы, учредитель, жоғары білікті, высококвалифицированный, қолжетімді тұрғын үй, доступное жилье. Жұмысымызды жалғастырамыз, сөйлем құрастырайық. Құрылыс саласы қазіргі таңда қарқынды дамып келеді. Строительная отрасль в настоящее время динамично развивается. Келесі кішкене күрделілеу сөйлемге кірісейік. Құрылыс компаниялары бәсекелестікті арттыру үшін халықаралық ұйымның қабылданған стандарттар негізінде жұмыс жасайды. Строительные компании работают на основе стандартов, принятых Международной организацией для повышения конкурентоспособности. Енді бұл сөйлемнің құрылысына назар аударыңыздар. Құрылыс компаниялар жұмыс жасайды. Не үшін жұмыс жасайды? Бәсекелестікті арттыру үшін. Ненің негізінде жұмыс жасайды? Халықаралық ұйымның қабылданған стандарттар негізінде. Ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Қазір мен сіздерге біздің Астана политехникалық колледжі қандай құрылыс компаниялармен тығыз байланыста жұмыс жасайтынын таныстырып өтемін. Әрине көшбасшы бізде бастайтын Базис А компания, BI Group Holding, ПСК Клен, Астана Трансстрой, Шар құрылыс және Имсталькон құрылыс компаниялары. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтеміз. Базис А – ірі құрылыс компания. Базис А-ның ұсынатын қызмет түрлері, виды услуги Базис А, құрылыс, строительство, девелопмент, термин сөз дәл солай қалады, жобалау, проектирование, ғимараттарды пайдалану, эксплуатация зданий, құрылыс материалдарын өндіру, производство строительных материалов, ғимараттарды жалға беру, аренда зданий. Базис А Construction 2019 жылы Қазақстан Республикасында номер 1 құрылыс компания деген атағына ие болды. Базис А компанияның негізін қалаушысы Александр Белович, основатель компании Базис А Александр Белович. 1991 жылдан бастап құрылыс нарығында жұмыс жасайды. Енді аудармасын ары қарай өздеріңіз оқыңыздар. Бәрімізге белгілі, Базис А компаниясы Нұр-Сұлтан қаласында көптеген әкімшілік ғимараттарды, қонақ үйлерін, көптеген тұрғын үй кешендерін, білім беру және денсаулық сақтау объектілерін, өндірістік базалар мен өнеркәсіптік құрылыстарды әлі күнге дейін салуда. Келесі BI Group Қазақстанның құрылыс холдингі. Холдинг 1995 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Холдингте 7000-ға жуық жоғары білікті қызметкерлер жұмыс істейді. Холдинг осы қағидаты бойынша жұмыс жасайды. Үздікті таңда, жоба, команда, технологиялар, менеджмент. Базис А холдингі үлкен ірі компания. Бұл ұйымда көптеген адамдар жұмыс жасауда. Қазір сіздер назарларыңызды кішкене бейнероликке назарларыңызды аудартамын.
красота. BI Group компаниясы да көптеген тұрғын үйлерді, бизнес орталықтарын және сауда орындарын әлі күнге дейін салып келеді. Олардың құрылысы да бір-біріне ұқсамайды. Жылдан жылға әдемі құрылыстармен қуантады. Келесі құрылыс компания ПСК Клен. ПСК Клен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің негізін қалаушы, құрылтайшысы және бас директоры Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшысы Вольский Франц Брониславович болып табылады. 1996 жылы Франц Брониславовичтің басшылығымен ПСК Клен жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылды. Енді сіздердің назарларыңыз бейнероликте болсын. Постоянный гул с оживленных улиц и большое скопление людей, мы, ПСК Клен, компания с безупречной репутацией, с гордостью представляем вам новый современный жилой комплекс «Шатер», расположенный в парковой зоне сразу за ТРЦ Хан-Шатыр. Жилой комплекс «Шатер» — это теплый кирпичный дом, отвечающий всем современным технологиям строительства. Высокий уровень шумоизоляции, развитая инфраструктура и удобное местоположение. Двор изолирован от автотранспорта. 3 малоэтажных дома по 6 и 8 этажей и 4 квартиры на площадке в предчистовой отделке. Под домом расположен удобный паркинг с кладовыми комнатами. Лифт спускается до паркинга. Мы постарались максимально учесть ваши интересы и потребности. Жауапкерлік шектеулі серіктестігі ПСК Клен тұрғындарға ыңғайлы, жайлы және де адамдардың барлық жағдайларын ескеріп тұрғын үйлерді салуда. Сіздердің назарларыңызда «Шатер Черемушка» атты тұрғын үйлерінің суреттері көрсетілген. Келесі Астана Трансстрой құрылыс компаниясы. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Астана Трансстрой құрылыс компаниясы 1998 жылдың қазан айында құрылды. Осы уақыттан бастап Қазақстан Республикасының құрылыс нарығында табысты жұмыс істейді. Келесі назарыңыз бейнероликте болсын. Осы құрылыс компаниясы 15 жылдан бері құрылыс нарығында жасап келе жатыр. Олар
тұрғын үйлер, әкімшілік, мәдени, діни, спорттық кешендерді салумен қатар оларды қайта жаңғыру жұмыстарымен айналысуда. Сіздердің назарларыңызда сәтті 7 тұрғын үй кешені және шіркеудің суреті ұсынылған. Келесі Шар құрылыс компаниясы. Шар құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің құрылыс компаниясы 1998 жылы құрылған. Шар құрылыс компаниясы құрылыс саласында кәсіби маман ретінде танылды. Олар сапалы, қолжетімді тұрғын үй мен коммерциялық жылжымайтын мүлікті құрылыста тек тексерілген сапалы материалдар мен технологияларды пайдалана отырып салады. Енді назарларыңыз тағы да бейнероликте болсын. Производственно-строительный холдинг «Шар Курылыс», ведущий девелопер Казахстана, работающий на рынке уже 20 лет. Это мощная и динамично развивающаяся группа компаний, в которую входит «Шар Курылыс», GLB, «Шар Холдинг», GLB Engineering, «Алтыншар Вест», «Багыстан», «Шар Комфорт», «Шар Инвест». В очередной раз подводит итоги уходящего года. И самое главное достижение компании в 2017-м – возведение первых в Астане домов из сборного железобетона. Эта уникальная технология строительства стала возможной благодаря запуску самого крупного в Казахстане домостроительного комбината GLB. Шар құрылыс компаниясы елордамызды көркейту, қала тұрғындарын үйлермен қамтамасыз ету мақсатында қаншама тұрғын үйлерді салып жатқандарын біз куә болдық. Бұл құрылыс компаниясы үй салған кезде құрастырмалы темір бетон материалдарын қолданатынын біз жаңа көрдік. Енді сіздердің назарларыңызда Алтыншар тұрғын үй кешені, одан кейін Меруерт тұрғын үй кешені және Бағыстан тұрғын үй кешенінің суреттері ұсынылған. Келесі сіздерге ұсынатын Инсталькон құрылыс компаниясы туралы ақпарат. Инсталькон Қазақстан мен ТМД елдерінің құрылыс нарығында 1992 жылдан бастап жұмыс істейді. Осы компанияның миссиясы өнеркәсіптік және тұрғын үй азаматтық ғимараттардың құрылыс металл құрылымдарын жобалау және дайындау. Инсталькон компаниясының ұраны сапа мен сенімділік, табыс кепілі. Инсталькон құрылыс компаниясының ірі жобалары, ол әрине бірінші біздің елордамыздың символы бәйтерек. Келесі Қазақстан спорт сарайы және бүкіл әлемге танымал болған Экспо көрмесі. Одан кейін Нұрлы жол вокзалы, Мәскеу бизнес орталығы және Велотрек, Астана арена атты спорт кешендері. Бұл жобалар біздің елордамызды тек қана көркейтіп қана қоймай, бүкіл әлемге танымал етті. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет.